Сәлем достар, сіздермен бірге Дико Free Fire және де бізде өте қызық видео болады. Яғни мен 100 000 теңге донат жасалған аккаунтты көрсететін боламын. Егер де видео қызық болса, ары қарай жалғастырамыз. Ендеше алып кел. Ал достар, ең бірінші біз профильден бастайық. Профиль бізде профильден оның усын қарап жүрек. Отрядтан 2-де 66, дуодан 2-де 10, солодан 1-де 79. Өздеріңіздің уыстарыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Галерея ол деген осы жүрек пропустан бастап ойнаған екен, және де мына пропусттан бастап, наемниктен бастап донат жасай бастаған екен. Қазіргі пропустқа дейін бәрін алған. Енді достар, қазір мен складтағы заттарды уақытты көп созбас үшін 2х-пен тез көрсетіп шығатын боламыз. Ендеше қыздан бастаймыз. Қыздан А124-ті алып, бүкіл киімін көрсетіп шығамын. Ендеше алып келіңіз. Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. It's hard to Достар, енді оларды көрсететін боламын. Оларды көрсетпей тұрып персонаждарды көрсетіп алайын. Персонаждардан ода тек бәрі бар, тек 3 золотаға тұратын жоқ. Оны 8000 золота жинап алып алуға болады деген ойдамын. Ендеше оларды киіндіру кеттік. Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to lose it all, but in the end.
Достар, енді бізде көрсетілмей қалған оружие мен эмоция қалды. Енді оны былай сөйлеп көрсетейін деп шештім. Біріншісі ол Звездный генерал. 2 күн 5 сағатқа шықты. Өте әдемі скин. Және де бізде 2 легендарный скин бар. Біреуі Дикий карнавал, екіншісі МК катаклизм. Және де 2 ештеңе қоспайтын пропусктан шыққан скиндар. Сосын Skyline жара. Сосын пропуск бұл. Пропусктан алынған жай снайпер. Және достар, огненный дробаш 110 күнге шыққан екен. Бұл өте көп. Және де катаклизм бар бізде. Өте керемет. Және де бізде шақырып жатыр. Және де бізде северный дробаш бар. Ол деген инкубатордан шыққан лутбокстан ұтып алған болатын. Және де бізде Skyline бар. 2 есе урон қосатын. Және де золотой джекпоттан шыққан. Және де ең мықтысы, ең керегі ол глаз смерти. Өте керемет, алып көріңіздер. Және де мықты скиндардың бірі акаға плавающий дракон. Өте керемет скин. Алып үлгеріңіздер. Өте күшті, топ. Бұл водяной акама қатты ұнамайды. Бұл катаклизм Юмпи. Юмпи өте күшті, бірақ Юмпимен көбісі атса бермейді. Бұл пропуск, бұл титан. Және де келесі біздікі MP5. Бұл MP5 пропусты, ештеңе қоспайды. Және глаз смерти 45 күнге түскен екен, достар. Және де келесі золотой джекпот. Бұл деген пропуск, бұл Skyline, және де северный. Сосын бізде Скар Рай. Бұда маған титан ұнайды. Бүкіліне титан ұнайды деп ойламын. Бұл футуристический. Бұл Купидон. Купидон ешкімге көп түсе бермейді. Және де элемент воды. Бұрынғы оружие джекпот. Бұл пропуск. Бұл геопард. Клаки геопарда. Пропуск. Және де глаз смерти. Бізде грозаға 2 скин бар. Крылья фараона. Крылья фараона 2 есе дальность қосатын. Және де ең күштісі 2 есе скоростность қосатын. Северный гроза өте мықты. Және де достар, М40 Новый год 178 күнге өздеріңіз ойлаңыздаршы. Және де кровавая луна деген 87 күнге түскен екен. Ой, кровавая солта, кешіріңіздер, 87 күнге түскен екен. Және де ең мықты М40 механический М40 1 күн 2-ақ сағат қалыпты. Енді ойнап үлгеру керек. Титан, сосын бізде топ игрок бар. Өзім осымен ойнаймын. Өте керемет скин. Енді бізде сковородка. Бұл жетон ФФ-ға айналдыруға болады. Және де бұны да алмастыруға болады. Бұл задание орындап алған бұрында. Бұл да пропуск, Око фараона, Римская империя деген лутбокстан алған. Пропуск. Өте әдемі. Граникқа скин. Және де механический. Бұл граник шыққан механический. Және де фамус навсегда аниме. Қалған фамустар, цифровой сондай фамустар. Келесі біз бұл ФФ-ға айналдырып алғанымыз. Пропуск. Бұл және де глазра. Және де северный, цифровой вторжение, біреу бәрі оружие джекпоттан шыққан. Бұл маған 3 рет түскен, өте керемет. Және бұл айырбастап алатын пасхальный яйцаға. Және де келесі бұл пополненияға берілген. Өте керемет. Және де бұл Лего есіңізде ма? Сет. Содан бір кубик алсаңыздар, соны береді. Енді келесі бізде пополненияға берілген болатын. Өте әдемі ледяная бомба деген. Ал қалған үшеуі олар оружие джекпоттан шыққан. Міне мужской одеколон және де северный граната. Өте әдемі. Енді келесі эмоция. Эмоция енді достар, бұл аккаунтта 19 эмоция бар. Енді қазір бүкілін көрсетіп шығайын. Ең біріншісі привет, сосын лол, и потом провокация, аплодисменты, шапалақ, дап, волна, пропусктан берілген наемник, 600 алмас салғанда берген. Және де келесі пропуск египетский, тағы да пропуск. Содан кейін трон ФФ ең мықты скин, ең мықты, ол 1500 алмас салғанда берген. Пропуск. Бұл деген ягуар, танис ягуара, өте күшті пропусктан берілген болатын. Пантера. Және угроза, задание орындау керек. Және де повтори за мной, азамның ең керемет өзіне ұнайтын эмоциясы әжәрі көжі деп аталады. Неліктен аталатын комментария жазып кетіңіздер. Келесі бізде пропуск зов демона. Келесі яростный удар деген бар. Қазіргі пропусктағы. Яростный удар өте әдемі. Келесі шаткая походка бұл деген пополненияға берілген. Қателеспесем өте әдемі. Ең соңғысы боевой танец ол.
өткен пропускта болған болатын. Және де бір айта кететін жағдай, ол барлығына салып тастаған, бүкіліне салған. Яғни 317, 957, 1597, 3197-ге 6397, 15997 бүкіліне салып тастаған. Және 15997-ге 3-4 рет донат салған. Яғни 100.000 теңге уже донат жасап тастаған екен. Және де суммарное пополнениеден бәрін алып тастаған. Көрсеңіздер, бүкілін алып тастаған. Сіздер бұндай ақшаны 100.000-ды құртатын едіңіздер ма Free Fire'ға? Әлде өздеріңізге қалдыратын бедіңіз? Соны комментария жазып жіберіңіздер. Егер де видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін тырысып, досымның аккаунтты сұрап, осы сіздерге видеоны түсіргім келді. Яғни бірден айтып қояйын, бұл менің аккаунтым емес, яғни досымның аккаунты. Сондықтан сіздер үшін тырысып, досымнан сұрап, осындай видео шықты. Егер де видео ұнаса, онда лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер. Және де ары қарай не істеу керек екенін өздеріңіз білесіздер. Және де достар, келесі видеоға спойлер болсын. Келесі видео бізде өте қызық шығады. Ол видео бізге глаз смерти деген дробаш жайлы болады. Соның мықтылығын тестировать ететін боламыз. Сондықтан колокольчикті басып, ол видеоны күтіңіздер. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар. I tried so